Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін пигоди пісіретін боламыз. Бізге ол үшін дрожжи керек. Дрожжи. Тұз. Сұйық май. Немесе үйде қалған сары майды салып жіберсеңіздер де болады. Сосын айран. Қалып кеткен айран. Осылай бәрін араластырып аламыз. 15 минут басамыз. Бұл жерге қойып. Сосын пигодиміз істейміз. Сұйық май қоямыз, бұрышты аламыз, тұздаймыз. Фаршымызды дайындап аламыз. Осылай бәрін дайындап алдық. Енді пигоди істейтін боламыз. Осылай бірдей бөліктерді бөліп домалатып істейтін боламыз пигодиімізді. Осылай істеп алдық бәрін. Қазір пісіретін боламыз. Осылай пигодиімізді дәмді етіп жасаймыз. Келесі видеомда корейский салатты істеу жолдары бар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, келесі видеомды өткізіп алма.